Жақында менің YouTube каналымда арызды қалай жазамыз деген видеоның астында оқырманнан мынандай хат келіпті. Яғни осы көрсетілген арыздың үлгісі бойынша мен микрокредиттік қаржы ұйымына арыз жазсам бола ма деп. Жоқ, өкінішке орай болмайды. Өйткені ол видеода банк жайлы айтып тұрмын. Демек, банк микрокредиттік қаржы ұйымы ол екі бөлек ұйым. Заңдары да екеуінің басқаша, бөлек. Сондықтан да банкке жазатын арыз басқаша болады, микрокредиттік қаржы ұйымына жазатын арыз ол мүлдем бөлек болады. Барлығына сәйкес келетін бір ғана арыздың үлгісі, бір ғана шаблон болмайды. Өйткені әр органның өздерінің сәйкесінше заңдары бар. Банкке қатысты арыз жазатын болсаңыз, демек сіз банкке қатысты заңның баптарын қолданасыз.